بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Бүгін біздер иншалла Ал-Қирааату ар-Рашидату деген кітапты бастаймыз. Бұл кітаптың авторы Абул Хасан ан-Надауи деген кісі. Жалпама бұл кітап бауырлар 3 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімінде 31 сабақ бар шамамен, екінші бөлімінде 41, үшінші бөлімінде 34 сабақ бар шамамен. Бұл кітап тек қана мәтіндерге ғана құралған, яғни бұның ішінде ешқандай ереже, немесе қағида, немесе сарф, нахуға қатысты мәселелер жоқ. Бұл кітап сөздік қорын жинаймын және де арабша сөйлеуімді дамытқым келеді дейтін оқушыларға арналған. Жаңа ғана айтып өткеніміздей, бұл кітап 3 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімнен бастап қарастырамыз. Бізде бірінші бөлімнің бірінші дәрісі кайфа ақди яуми, өзімнің бір күнімді қалай өткіземін. Бұл мәтінде оқушы бала өзінің бір күндігін қалай өткізетінін баяндаған. Бұл дәрісті бастамастан бұрын мән беру керек болған нәрселер бар. Біріншіден, бұл кітапты бастаушы адамның араб тілінде базасы, яғни негізі болу керек. Ал Құранды оқу білетін араб тілінде ешқандай негізі жоқ адамға бұл кітап сәл қиындау болады. Сондықтан осы кітапты оқушының білу керек нәрселердің біріншісі бізде ад-дамаир. Ад-дамаир деген нәрсені білуіңіз керек. Дамаир дегенді білеміз, бізде дамаир деген нәрсе екіге бөлінеді. Муттасила бар және мунфасила бар. Мунфасила дегеніміз яғни бөлек тұрған. Ол мутакаллим бар, ана нахну, яғни ол сөйлеуші топтар. Екіншісінде мұхатаб бар, мұхатаб деген тыңдаушы топ, яғни қарама-қарсы тұрған адамдар. Ол бізде анта, анти, антума, антум, антунна. Кейін үшінші жақ бар, яғни олар. Ол бізде хуа бар, хия бар, хума бар, хум және хунна. Бұны сіз білуіңіз керек. Білмесеңіз бұл кітапты бастау қиын. Екіншіден, сіз білуіңіз керек әл-аф'ал, яғни етістіктерді білуіңіз керек. Бізде етістіктер аф'ал деп айтылады және ол үшке бөлінеді. Біріншісі мади бар, өткен шақтағы етістік. Екіншісі мудари бар, осы шақтағы етістік. Одан кейін амр бар, яғни бұйрық райы. Кейін үшінші білу керек болған мәселелердің бірі бізде муфрат деген нәрсе бар, кейін мусанна деген нәрсе бар, кейін жама деген нәрсе бар. Муфрат дегеніміз жекеше, мусанна дегеніміз екілік, жама дегеніміз көпше. Яғни қандай да бір есімдік, мысалы кітап деген нәрсе. Бір кітап бізде не болады? Китабун болады. Екі кітап китабани. Ал бізде кітаптар деп айтатын болсақ, бізде кутубун болады. Егер сіз осы үш нәрсені білетін болсаңыз, осы кітапты бастасаңыз болады. Ұзаққа созбайық, бірінші мәтінді қарастырайық. Бізде кайфа ақди яуми деген. Біздер мәтінді басынан аяғына дейін оқып аударып шығамыз. Біріншіден, екіншіден осы кітаптың ішінде келген жаңа сөздерді шығарамыз. Оны екіге бөліп қарастырамыз. Біріншісі етістіктер, екіншісі есімдіктер. Ендеше мәтінді қарастырайық. Анам мубаккирун фил лейли. Анаму яғни мен ұйықтаймын ертерек фил лейли, түнде дейді. Ва ақу мубаккирун фис сабах. Ва деген бізде және тұрамын мубаккирун фис сабахи, ерте тұрамын таңғы уақытта. Астайқизу, мен оянамын аля исмиллахи ва зикрихи, Аллахтың есімі және оны зікір етумен. Астаидду, дайындаламын лиссалати, намазға. Сумма, сосын азхабу, мен барамын ма'a валиди әкеммен. Илал масджиди, әкеммен барамын мешітке. Вал масджиду, мешіт қарибун мин бейти, менің үйімнен жақын. Фаатаваддау, межеле фа деген уа сияқты. Фаатаваддау, дәрет аламын мен. Ваусалли ма'ал жама'a, жамағатпен бірге намаз оқимын. Ма'a деген бірге. Ва арджи'у илал бейти, және үйге ораламын. Ва атлу шай'ан минал Құр'анил Карим. Шай'ан деген бізде нәрсе. Атлу, яғни оқимын, нәрсе, яғни сүрелерді айтып жатыр. Минал Құр'анил Карим. Құраннан сүрелерді оқимын кейбір. Сумма, сосын ахруджу илал бустани, бау-бақшаға шығамын, ахруджу шығу. Ва аджри, және жүгіремін. Жара деген етістіктен. Сумма, сосын арджиу илал бейти, үйге ораламын. Фа ашрабу лабана, лабан деген бізде сүт ішемін. Ва астаидду лиззахаб, яғни баруға дайындаламын. Илал мадрасати, мектепке. Ва уфтиру деген таңғы ас қабылдаймын. Иза канат айямус сайфи, жазғы күндері. Айям бізде күндер, сайф бізде жаз. Ва атағадда, түскі ас ішемін. Иза канат айямус шитаи, қысқы күндері не істеймін? Түскі ас ішемін. Ва асиру илал мадрасати фил ми'ади, асиру мен жетемін илал мадрасати, мектепке фил ми'ади. Ми'ад деген бізде келісілген уақыт. Жалпама не? Уақытылы мектепке барамын. Ва амкусу фил мадрасати 6 саат. Амкусу мен қаламын, фил мадрасати мектепте қаламын дейді. 6 саатин. 6 бізде 6 сағат қаламын дейді. Ва асмау, және де тыңдаймын ад-дуруса, дәрістерді бинашатин ва рағба. Нашат деген бізде сергектік.
Рағба деген жақсы көру, соған талпыну. Жақсы көру және талпыну арқылы дәрістерді тыңдаймын. Уәжлису би әдәбин ва сакина. Және де отырамын би әдәбин әдеппен ва сакина және тып-тыныш дейді. Хатта қай кезге дейін? Хатта, яғни сол кезге дейін иза деген егер интаха. Егер бітсе ал-уақт, яғни уақыт бітсе, мектепте отыратын уақыты бітсе, ва дуриба ал-жарасу. Дуриба деген ұрылды, ал-жарасу қоңырау. Қоңырау ұрылған кезде Харажту минал мадрасати ва раджa'tu ila al-bayti. Мектептен шықтым және де үйге қайтып ораламын дейді. Aqra'u ba'da salati al-asr ila al-maghribi. Мен оқымаймын ba'da salati al-asr, аср намаздан кейін ila al-maghrib. Магрибқа дейін ештеңе оқымаймын дейді. Ва фи ba'd al-ayyam, ba'd деген бізде кейбір күндері amkuthu fil bayti. Үйде қаламын. Ва фи ba'd al-ayyam, кейбір күндері azhabu ila as-suqi, базарға барамын. Суқ деген бізде базар. وأشتري حوائج البيت. сатып аламын حوائج البيت. حوائج бізде қажеттіліктер, жекешесі حاجة болады, яғни үйдің қажеттіліктерін сатып аламын дейді. وفي بعض الأيام, кейбір күндері أخرج مع أبي أو أخي. әкеммен немесе бауырмен шығамын. أو деген бізде немесе إلى بعض الأقارب. кейбір туысқандарыма баруға шығамын. أو немесе ألعب مع إخوتي وأصدقائي. бауырлармен және де достармен бірге ойнаймын дейді. وأتعشى, яғни кешкі ас қабылдаймын. مع والدي وإخوتي. әкеммен және бауырлармен. وأحفظ دروسي. дәрістерімді жаттаймын. وأطالع للغد. أطالع, яғни мен оқимын. للغد, ертеңге. Яғни бүгінгі күннің сабағымен шектелмей, бұл не істейді? Ертеңгі күнгі келетін дәріске дейін алдын ала дайындалып қояды. أطالع للغد деген осы. Яғни ертеңгі күнге де оқып қоямын. وأستعد للدرس, дәріске дайындаламын. وأكتب, және де жазамын. ма, нәрсені يأمر به المعلم. мұғалім бұйырған нәрсені жазам дейді. وأصلي العشاء, иша намазын оқимын. وأقرأ قليلا, сәл оқимын. قليلا деген кішкене. ثم сосын أنام على اسم الله وذكره. Аллахтың есімі және зікір етумен істеймін, ұйықтаймын дейді. تلك عادتي كل يوم. عادتي, яғни менің әдеттерім. Тилка деген осы менің әдеттерім. Күллі йаумин, әрбір күні ла ухалифуха. Осы әдетіме қарама қайшы келмеймін дейді. Яғни бір күн істеп, бір күн істемей деген сияқты ондай нәрсе жоқ. Бәлкім күнделікті істейтін нәрсесі осы. Вақу мубаккирун яумал утлати айда. Ал бізде әдетте не? Оқушылар сабақ күндері ерте тұрып мектепке баратын болса, демалыс күндері түске дейін ұйықтауы мүмкін. Ал бұл бала айтып жатыр: вақу мубаккирун яумал утлати айда. Айда деген және яумал утла, демалыс күні. Демалыс күнінде ерте тұрамын. Уссали мa'ал жамаати ва атлу Құран. Жамағатпен намаз оқып, Құран оқимын. Ва aqdil yawma fi mutалa'ати китабин. Күнімді өткіземін кітапты оқумен. Ва мухадасатин ма'a аби ва умми ва ихвати. Мухадаса деген диалог жүргізу, яғни сөйлесу, я. Және де сөйлесумен өткіземін күнімді. Кіммен? Әкеммен, анаммен және бауырларыммен. Ва фи зиярати қарибин, және де туысқанымды зиярат етумен. Ау немесе иядати марид. Ияда деген ауру адамның барып жағдайын сұрап қайту. Марид деген бізде сырқат кісі, сырқатты зиярат етумен күнімді өткіземін дейді. Ва амкусу ахянан, кейбір кезде қаламын. Ахянан деген бізде кейбір кезде. Фил байти, кейбір кезде үйде қаламын. Ва ахруджу ахянан, және де кейбір кезде шығамын. Илал хариж, сыртқа дейді. Бұл бізде бірінші дәрісте келген мәтін. Енді осы бірінші дәрісте келген етістіктерді және де есімдіктерді қарастырып көрейік. Біздер бірінші етістіктерді қарастырып, кайфа aqdi yawmi, күнімді қалай өткіземін. Біз етістіктер білеміз, мади деп айтылады. Яғни мади деген өткен шақтағы, және бұл жерде мағына тұр, яғни сол етістіктің мағынасы. Кейін бізде өткен шақтағы етістік ол мади болады, осы шақтағы мудари болады, бұйрық райы бізде амр деп айтылады. Және осы сөздің түбірі не болады? Әл-мастар. Мастар деген бізде асыл негізі. Кейін мына жерде бізде әл-джумла, яғни етістіктерге кішігірімнен сөйлемдер бар. Бізде бірінші етістік қада. Қада деген бізде өткізу. Қада вақтау фи каза, яғни осындай нәрседе уақытын өткізді. Қада өткізді, яқди өткізіп жатыр, иқди өткіз, қадаун өткізу. Сөйлем яқдил жанину, жанин деген іштегі нәресте. Нәресте өткізеді 9 ашурин, 9 айын, фи батни уммихи, анасының несінде? Батн, яғни ішінде. Уммихи, яғни анасы. Бізде осы жерде сөйлемдер өте көп, бірақ та әрбір сөйлемді алып отыруға бізде уақыт шектеулі. Келесі келген етістік бізде нәма. Нәма деген ұйықтады. Нәма ұйықтады, янаму ұйықтап жатыр, нәм ұйықта, наумун ұйқы. Оның антонимі истайқаза бар. Истайқаза не? Оянды.
Сөйлем на мубаккиран ерте ұйықта хатта тастайқиза мубаккиран ва нашитан ли салатил фажр. Хатта, яғни үшін деп жатыр, тастайқиза мубаккиран ерте тұру үшін ва нашитан ли салатил фажр. Нашит дегенде сергек, таңғы намазға сергек ояну үшін. Кейін кетістік бізде истайқаза. Астайқизу аля смиллахи ва зикрихи деп айтты. Истайқаза ояну, истайқаза оянды, ястайқизу ояну жатыр, истайқиз оян, истиқаз ояну. Сөйлем ястайқизул касулу мутаахиран даиман. Касул бізде жалқау. Жалқау оянады мутаахиран даиман. Әрдайым не істейді? Кеш оянады. Келесі етістік бізде қама. Қама деген жалпы мағына тұрды. Қама тұрды, яқуму тұрып жатыр, құм тұр, қиямун тұру. Мысалға сөйлем нама Мұхаммадун, Мұхаммад ұйықтады, ва қама фазиан. Шошынып оянды, тұрды, бисәбәби хүлмин, түсі себепті, рааху фи манамихи, түсінде көрген не? Түсі себепті. Кейін кетістік бізде зәхаба. Зәхаба бұл барды. Зәхаба барды, язхабу барып жатыр, изхаб бар, зәхабун бару. Ал барушыны бізде не дейміз? Зәхибун деп айтамыз. Мысалға мен жердегі мына сөйлемді қарастырайық. Иля айна анта зәхибун. Сен қайда бара жатырсың? Ана зәхибун иля суқи. Мен базарға барушымын немесе бара жатырмын. Кейін кетістік бізде истаадда. Истаадда дайындалды. Истаадда дайындалды. Истаидду дайындалып жатыр. Истаидда дайындал. Истиаддат дайындалу. Оның синонимі тәжәһәза болады. Ал бізде дайын адамды не дейміз? Мустаиддун деп айтамыз. Мысалға сөйлем юражиу зайдун дурусаху. Зайд дәрістерін қайталап жатыр. Истиаддада лил имтихан. Имтиханға дайындалып. Келесі етістік бізде таваддаа. Таваддаа дәрет алды. Таваддаа дәрет алды. Таваддау дәрет алып жатыр. Тавадда дәрет ал. Таваддуун немесе удуун. Екіне түбірі бар. Мына жерде бізге берілген сөйлем өте ұзақтау, бұны не қарастырмаймыз. Кейінге келген естіктердің бірі бізде ражаа. Ражаа не? Қайтты. Оның синонимі ада болады. Қайтушы болса ражиун деп айтамыз. Ражаа қайтты, яржиу қайтып жатыр, иржиу қайт, руджуун қайту. Мысалға сөйлем, мен жерде екіншісін қарастырайық. Иржи иля раббика айюхал асию. Асию яғни күнәһар. Айюхал деген қаратпа сөз. Ей күнәһар пенде, иржи иля раббика, Раббыңа қайтып орал. Ватуб илейхи, оған тәубе ет. Қабла ан юдрикака ал-маут. Қабла юдрикака, яғни саған жеткенге дейін ал-мауту, өлім жеткенге дейін не? Тәубе ет деп жатыр. Келесі етістік бізде тәла. Тәла деген яғни оқыды. Ва атлу шей'ан минал Қур'анил карим деді. Тәла оқыды, ятлу оқып жатыр, утлу оқы, тилава оқу. Мағынасында қарааху оқыды. Мысалға сөйлем ятлу зайдунил Қур'ана би саутин хасан. Зайд Құранды оқып жатыр би саутин хасан. Жақсы дауыспен. Саут деген бізде дауыс. Келесі келген етістік бізде хараджа. Хараджа шығып кетті. Хараджа шықты, яхруджу шығып жатыр, ухруж шық, хуруджун шығу. Мысалға сөйлем хараджал мусаллуна минал масджиди. Яғни намаз оқушылар мешіттен шықты. Бa'да адаис сала. Бa'дадан кейін ада орындау сала намаз. Яғни намаз орындағаннан кейін мешіттен намаз оқушылар не? Шықты. Бізде хараджа шығу болатын болса, бізде оның антонимі кіру деп қалай айтамыз? Дахала. Дахала кірді. Ядхулу кіріп жатыр, удхул кір, духулу не? Кіру. Сөйлем язкуру Абу Абдуррахман Аллаха. Абу Абдуррахман Аллахты еске алып жатыр. Индама ядхулул бейта. Үйге кірген сәтте. Thumma юсаллиму, сосын сәлем береді. Аля ахлил бейт. Үйдің адамдарына. Кейін кетістік бізде жара, яғни жүгірді. Яжри жүгіріп жатыр. Ижри жүгір, жарюн жүгіру. Келесі етістік шариба, яғни шариба ішті. Яшрабу ішіп жатыр. Ишраб іш, шурбун ішу. Мысалға сөйлем Мән шарибал хамра, кімде-кім арақ ішетін болса, джулида 80 джалда. Джулида яғни дүре соғылады, 80 джалда. 80 дүрене соғылады. Кейін кетістік бізде афтара. Афтара деген таңғы ас қабылдады. Немесе Рамадан айында оразада жалпылама ифтар қылды. Екі түрлі мағынасы бар. Афтара таңғы ас қабылдады, юфтиру. Мудария осы жақта афтир. Бұйрық райы ифтар немесе футур. Футур десе таңғы ас, ифтар десе не? Рамадан айындағы ифтар. Мысалға, сөйлемі екі түрлі қарастырайық. Уфтиру фи рамадана бa'да ғуруби шамс. Күн батқаннан кейін Рамадан айында не істеймін? Ифтар қыламын. Аля саласи тамарат. 3 құрмамен. Ал екінші сөйлем таңғы асқа қатысты. Уфтиру бa'дал фajr. Таң намаздан кейін таңғы ас қабылдаймын. Не нәрсе? Байдан жұмыртқаны, ва асалан балды, ва жубна және де не? Ірімшікті. Кейін кетістік тағадда. Тағадда не? Яғни түскі ас қабылдады. Тағадда түскі ас қабылдады. Тағадда мудария. Тағадда бұйрық райы ат-тағадди. Мысалға сөйлем атағадда бa'да зухри би саа. Зухрдан кейін 1 сағаттан соң түскі ас қабылдаймын. Кейін кетістік бізде не? Таашша, кешкі асты қабылдау. Таашша, ятаашша, таашша.
ат-таашшию. Мысалға сөйлем, атаашша ашаан хафифан. Хафиф деген бізде жеңіл, яғни жеңіл кешкі асты қабылдаймын. Хатта анамал джайидан, яғни жақсы ұйықтау үшін. Себебі адам кешкі уақытта көп тамақ жеп қойса несінде ұйқысы келмей қалады. Вастайқиза нашитан лисалатил фажр. Таң намазына не? Нашит, сергек ояну үшін. Келесі етістік бізде васала. Васала жетті. Ясилу жетіп жатыр. Сил жет, усулун жету. Мысалға мына сөйлемді қарастырайық. Ахруджу мин бейти мубаккиран. Үйімнен ерте шығамын. Кәй үшін асила илал амали мубаккиран. Жұмысқа не? Ерте жету үшін. Кейінгі етістік бізде мәкәса. Мәкәса қалды немесе бір жерде болды. Мәкәса қалды, ямкусу қалып жатыр. Умкус қал, муксу немесе мукус. Мысалға сөйлем. Амкусу бил масджиди бa'да салатил магриби. Яғни магриб намаздан соң мешітте қаламын. Хаттал иша, иша намазына дейін. Ахфазу шей'ан минал Құр'ан. Құраннан сүрелер не жаттаймын. Кейінгі етістік сәмиа. Сәмиа тыңдады, ясмау тыңдап жатыр. Исма тыңда, сәмун немесе сәмаун. Мысалға сөйлем, мына сөйлемді қарастырайық. Асмау кулла йаумин дарсан фил ақида. Күнде тыңдаймын дәріс фил ақида, ақида пәнінен. Келесі етістік бізде джаласа. Джаласа отырды, яджлису отырып жатыр, иджлису отыр, джулусу не отыру. Межелі бізде сөйлеміміз ағырақ, сол үшін оны қарастырмаймыз. Кейінгі келген етістіктердің бірі бізде интаха. Интаха шайу, яғни бір нәрсе бітті, немесе аяқталды. Янтахи аяқталып жатыр, интахи аяқта, интихаун аяқтау. Мысалға межелі сөйлем қарастырайық. Илмуллахи ла янтахи. Аяқталу немесе біту, я? Илмуллах, Аллахтың біліміне ла янтахи, бітпейді және аяқталмайды. Кейінгі етістік иштара. Иштара сатып алды. Яштари сатып алып жатыр. Иштари сатып ал. Шираун немесе иштираун. Бұл не? Сатып алу. Келесі етістік лаиба деген келді. Лаиба ойнады. Ялабу ойнап жатыр. Илаб ойна. Лаибун немесе ли'бун. Ойнау. Сөйлем. Лаиба зайдун бил кура. Кура деген бізде доп. Зайд доппен ойнады. Фина илбейт. Үйдің кеңістігінде ма ихватихи. Өзінің бауырларымен. Келесі етістік бізде хафиза. Хафиза жаттады. Яхфазу жаттап жатыр. Ихфаз жатта. Хифз жаттау. Немесе сақтау деп айтамыз. Мысалға сөйлем. Хафизту джуз'a амма камилан. Джуз амма деген бізде 30-шы пара. 30-шы параны жаттадым толықтай. Вальхамдулилла. Кейін бізде сақтау деген мағынасы бар. Ас-саллажату тахфазу таам. Мысалға холодильник, тоңазытқыш тағамды сақтайды. Кейінгі келген етістіктердің бізде амара. Амара бұйырды. Амара бұйырды, я'муру бұйырып жатыр, мур бұйыр, амрун бұйыру. Мысалға сөйлем. Амараналлаху би ан нa'будаху вахда. Аллах Тағала бізге бұйырды, өзіне ғана құлшылық қылды. Вала нушрика бихи шей'ан. Еш нәрсені оған не серік қоспауды бұйырды. Кейінгі етістік бізде халафа, яғни қарама-қайшы болу. Халафа қарама-қайшы болды, юхалифу қарама-қайшы болып жатыр, халиф қарама-қайшы бол, мухалафа қарама-қайшылық, немесе хилаф, талас тартыс. Кейінгі етістік бізде хадаса. Хадаса яғни сөйлесті немесе диалог қылды. Юхадису сөйлесіп жатыр, хадис сөйлес, мухадаса сөйлесу. Мысалға сөйлем. Я ахи мин фадлика уриду ан уқабилака al-yawma. Я ахи, ей бауырым, мин фадлика өтініш, уриду ан уқабилака al-yawma. Бүгін семен кездескім келеді. Хатта ухадисака фи амрин ма. Семен бір мәселеден сөйлесу үшін. Кейінгі етістік бізде зара, яғни зиярат етті. Язуру зиярат етіп жатыр, зур зиярат ет, зияра зиярат ету. Кейін бізде ада деген етістік бар. Бұның екі мағынасы бар. Мастарында ғана не? Айырмашылық бар. Ада деген бірінші мағынасы ража, қайтты. Екінші мағынасы зара, яғни зиярат етті. Ада яуду уд аяда. Межеріне мадиы, мудария бірдей. Тек қана мастарында айырмашылық бар. Егер бізде аяда десе зиярат етті. Ауда болса қайтты. Мысалға, ада зайду минал амал мутабан фанама мин саатихи. Яғни зайд оралды жұмысынан мутабан шаршап фанама мин саатихи. Мин саатихи яғни жылдам ұйықтап кетті. Ал егер аяда болса мастары, онда ол не? Зиярат ету болады. Мысалға, зайдун маридун жиддан. Зайд қатты сырқат. Ва нуқила илал мусташфа. Ол ауруханаға ауыстырылды. Ана саудуху al-yawma иншааллах. Мен оны бүгін не? Зиярат етемін иншааллах. Хал саудуху маи я Мухаммад. Ей Мухаммад, менімен бірге оны зиярат етесің ба? Мухаммад айтады. Наам иншааллаху хайя бина. Я дейді, хайя бина. Кәнеке кеттік дейді. Біздер етістікті алдық, енді есімдіктерді аламыз. Бізде есімдіктерде әл-лейл деген сөз келді. Лейл деген бізде түн, оның антонимі ан-нахар болады, яғни күндіз. Мысалға сөйлем қарастырайық. Я'малун насу нахаран. Адамдар күндіз жұмыс жасайды. Ва янамуна лейлан. Түнгі уақытта не? Ұйықтайды. Кейінгі сөз бізде ас-сабах. Ас-сабах таңғы уақыт. Ал оның антонимі әл-маса, кешкі уақыт болады. Мысалға сөйлем. Язхабу ат-туллабу иля мадарисихим сабахан. Не қараймыз? Язхабу ат-туллаб.
студенттер немесе оқушылар барады иля мадарисим өздерінің мектептеріне сабахан таңғы уақытта. Вахум хузанау, олар не? Көңіл күй жоқ. Ва яудуна минха, және де мектептерінен оралады масаан кешкі уақытта. Вахум суада, олар не? Қуанышқа толы болған суретте. Кейінгі сөз бізде әз-зикр. Бұл не? Зикр. Әс-санау алаллах. Аллахқа мақтау мадақ айту. Көпші түрі әзкар болады. Мысалға сөйлем. Юраддидул мусаллуна бa'да адаи салаватил мафруда. Юраддид, яғни қайталайды намаз оқушылар бa'да адаи салаватил мафруда. Парыз намаздарын өтегеннен кейін әзкар ас-сала, намаздың не? Зікірлерін қайталайды. Келесі сөз бізде әл-валид. Валид деген бізде әке, не мағынасы әл-әб деп тұр. Көпші түрі валидуна болады. Ал бізде ана, ол валида. Мен жерде тамырбұта қосамыз. Не болады мағынасы? Мағынасы әл-умму, яғни ана. Көпші түрі валидат болады. Ал егер біздер ата-ана деп өтетін болсақ, ол не? Әл-валидани болады. Әл-валидани десе кім түсінеміз? Әл-әб вәл-ум, яғни кім? Ата-ана. Келесі сөз бізде бұстан. Бұстан бізде бақша, яғни синонимі хадиқа немесе джанна деп айтамыз. Көпші түрі бәсатину болады. Келесі сөз бізде әл-ләбән. Ләбән деген бізде сүт. Көпші түрі не болады? Әл-бәнун болады. Келесі сөз бізде әл-ми'ат. Ми'ат дегеніміз әл-мау'ид мағынасы, яғни әл-вақтул муттафақу алейх, яғни келісілген бір уақыт. Көпші түрі мауаиду болады. Мысалға сөйлем. Ми'адуна, біздің келісілген уақытымыз яумас суласаи, вторник күні, ва яумал хамис, және де четверг күні аср уақытында. Келесі сөз бізде әл-әдәб. Мағынасы хуснул хулуқ, яғни көркем мінез. Оның көпші түрі адабун болады. Мысалға сөйлем. Аля талибил илми, білім талап қылушыға міндетті болады. Ан ятааллама адаб талабил илм, білім талап етудің әдептерін үйрену міндетті болады. Қабла ан ятлубаху, білімді не? Талап етуден бұрын. Келесі сөз бізде әс-сакина, мағынасы туманина вал худу, яғни сакина деген тыныштық. Яғни антоним не болады? Қалақ болады, яғни уайымдау. Мысалы мына сөйлемді қарастырайық. Мен жердегі тамшил мар'атул ажуз, яғни кәрі әйел жүреді бисакина, өте жай жүреді, тып-тыныш жүреді. Келесі сөз бізде әл-жарас. Жарас деген бізде қоңырау, көпші түрі әжрасын болады. Мысалға сөйлем. Жарасул бәби яринну, есіктің қоңырауы соғылып жатыр. Қум вафтах, тұр, аш, әл-бәба, есікті аш, я зайду, әй зайд. Келесі келген сөз бізде әл-хаиджа немесе хаджа. Бұның өзі келмеді, бәлкім не оның көпші түрі келді. Қай сөз? Хаваидж, яғни қажеттіліктер. Сөйлем. Язабул абау фи шахр септембр иля әл-варрақиин. Әл-аба, яғни әкелер. Әкелер сентябрь айында барады, шахр деген бізде ай, сентябрь айында барады, иля әл-варрақиин. Канцелярлық товар сататын кісілерге барады. Лияштару хаваиджал мадраса. Сатып алу үшін мектептің қажеттіліктерін. Кімдерге? Ли ауладихим, өздерінің балдарына. Келесі сөз бізде әл-ада. Ада дегеніміз әдет. Көпші түрі адатун болады. Насында екінші сөйлемді қарастырайық. Мен адатил фарансиин, яғни француздардың әдеттерінен ан яакулу биш-шаука ва-сиккин. Тамақ немен жейді әдетте олар? Вилкамен және де пышақпен жейді дейді. Бұл бізде бауырлар бірінші дәрісте келген есімдіктер мен етістіктер. Осы есімдік және етістіктерді өздеріңіздің дәптерлеріңізге жақсылап жазып, және де оның жанына сөйлемдерді жазамыз. Сіздерге беретін бірінші кеңесім осылай етістіктерді және де есімдіктерді дәптерге жүйелеп жазу. Кейінгі мәселе бізде бауырлар әл-фаваид. Біздер әл-асма есімдіктерді алдық, әл-афаал етістіктерді алдық, енді әл-фаваид. Бізде кейбір пайдалар. Бізде тақырыптың аты кайфа ақди яуми еді. Енді кайфа деген біздер білеміз исмун истифхам, яғни сұрау есімдігі лиссуали анил хал, яғни халды, жағдайды білу үшін сұралатын сұрау есімдігі. Кайфа деген нәрсе бізде есімнен бұрын келсе, мысалға кайфа мисру, Мысыр қалай? Жауабы қалай болады? Хия джамиля ва ахлуха тайибун. Мысыр әдемі, оның тұрғындары жақсы адамдар. Қабла фи'лил мади. Өткен шақтағы етістіктен бұрын келетін болса, мысалға кайфа асламта. Қалай исламға келдің? Қарату анил ислами кафиран. Ислам туралы көп оқыдым. Ва арафту аннаху динул хақ. Сөйтіп, ол діннің хақ екенін білдім. Келесі қабла әл-фи'лил мудари. Фи'л мударитан бұрын келуі мүмкін. Мысалға кайфа тусалли. Қалай намаз оқисың? Жауабы усалли кама кана юсалли ан-наби саллаллаху алейхи ва саллам. Бізде енді жаңа білдік, кайфа деген нәрсе исм истифам, яғни сұрақ есімдігі еді. Енді бізде кайфа ақди яуми деген кезде ол жерде сұрақ емес. Яғни мен күнімді қалай өткіземін деген сұрақ белгісі емес. Бәлкім ол жерде күнімді жалпылама сипаты қалай. Осы жерде міне қараймыз. Кайфа тадуллу ахиянан. Кайфа деген нәрсе кейбір кездерде дәлел болады. Алал хали фақат. Яғни тек қана халдің өзіне ғана дәлел болады. Яғни ешқандай сұрақ емес.
min duni an tadulla ala ma'na al-istifham. Yani istifham, yani сұрақ мағынасына дәлел болмастан. Мысалға, қарапайым мысал келтірейік. Янзурул валаду иля абиhi. Бала өзінің әкесіне қарап жатыр. Ва хуа ятаваддау, әкесін істеп жатыр. Дәрет алып жатыр. Ликай ятааллама кайфал удуа. Осы жерде бала әкесіне қарап жатыр, әкесі дәрет алып тұрған еді. Не үшін қарап тұр? Ликай ятааллама, үйрену үшін, кайфал удуу, яғни дәреттің қандай екеніне үйрену үшін. Осы жерде мағына не? Мағынасы ликай ятааллама аля айи халин якунул уду. Яғни дәреттің қандай жағдайда болуын үйрену үшін қарап тұр. Ликай ятааллама кайфия, яғни кайфия не? Сыртқы көрінісі. Немесе басқа мысал, иқра сиратын наби саллаллаху алейхи вассалам, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өмір баянын оқы, литаалама кайфа канат хаятуху. Оның өмірі қалай болғанын білу үшін. Бұл жерден сұрақ емес, тек қана не? Жағдайдың өзіне дәлел болып тұр. Енді осы жерде қараймыз, не мән береміз бұл жерге? Кайфа ақди яумидің мағынасы аля айи халин якуну яуми. Менің күнім қандай жағдайда болады дегенне мағына білдіреді. Келесі пайдалардың бірі, жаңа бізде мәтінде келді, я. Астайқизу аля исмиллахи деді, я. Ва зикрихи деді. Осы жерде аля деген сөзге тоқталайық. Біздер жалпылама білеміз, аля деген нәрсе үстінде. Мысалы, ал-китабу алал-мактаб десек, кітап үстелдің үстінде. Енді осы жермен береміз, аля исмиллахи ва зикрихи деген мағынасы не? Осы жерде міне айтып отыр, мен маани харфил жар аля. Аля деген харф жардың мағыналарының бірі ал-мусахаба. Яғни мусахаба дегенде бірге болу. Би мағына ма'a. Яғни аля дегенде ма'a. Яғни бірге деген мағынаны білдіреді. Осы жерде Құранда аятты келтірген, лайсал бирру ан туаллу вужухакум қибал ал-машриқи вал-мағриб. Яғни ол жақсылық емес деп жатыр, сендердің беттерің батысқа немесе шығысқа бұруларың. Валакиннал бирра. Бірақ жақсылық дегеніміз не? Ман амана биллах. Кімде-кім Аллахқа иман келтірсе, вал яумил ахир, ақырет күніне иман келтірсе, вал малаика, періштелерге, вал китаб, кітаптарға, ван набиин, және пайғамбарларға, ва атал мала, және де мал мүлкін берсе, сарп етсе, аля хуббихи, яғни махаббатымен. Осы жерде не? Ма'a хуббихи. Атал мала аля хуббихи не мағынасы не? Анфақал мал, яғни мал мүлікті сарп етті, жұмсады, ма'a хуббихи, махаббатымен не? Бірге. Немесе мен жерде екінші аятты қарастырайық, міне екінші. Ва инна раббака лазу мағфирах, яғни Раббың расында мейірім иесі линнас адамдарға аля зулмихим, яғни олардың зұлымдықтарының үстіне, яғни зұлымдықтармен бірге. Ма'a зулмихим, яғни зұлымдықтармен бірге адамдар болса да, Аллах Тағала не оларға мейірімділік иесі деп жатыр. Немесе қарапайым мысалды қарайық, міне қарапайым сөйлем. Ла ажиду науман фил лейл. Түнде ұйықтай алмаймын. Аля букаин мин тифли. Баламның жылауы себепті дейді. Осы жерде аля не болады? Ма'a букаин болады. Осымен біздер кайфа ақди йоми мәтінінің асмаларын, яғни есімдіктерін, және де аф'ал етістіктерін, және де кейбір пайдаларды айттық. Енді менің беретін кеңесім осы мәтінді осы жерден бастап, міне бастапқы бөлігінен бастап, соңына дейін оқуға кеңес беремін. Осы жерге дейін қанша? Ең азы 10 рет, ең көбі 50 рет. Тіпті мәтінді жаттап алсаңыздар өздеріңіз үшін жақсы. Кейін екінші беретін кеңесім осы біздер тақырыпта алған аф'ал етістіктерді, асма есімдіктерді, және де фаваидтарын есеміз дәптерге жазамыз. Және де есімдіктерді, етістіктерді жаттауға кеңес беремін. Бұл бізде бірінші дәріс. Аллаху тағала а'лам.